Келесі мына есептерді шығарайық. Бұл бізде айнымалысы ажыратылатын теңдеуге келтіретін дифференциалды теңдеулер. Бұл есептерде біз жаңа айнымалы береміз. Так, қара қаламызды алайық, жаңа айнымалы береміз. Яғни мына жерде бұл көбінесе магистратурада тестта келеді, қалай келеді? Нені жаңа айнымалы аламын, қалай аламын деген сияқты. Немесе жаңа айнымалы алғаннан кейін дифференциалды теңдеудің түрі қалай болады деген сияқты. Z-ті алайық. Z демізде мына түбірдің астында өрнекті жаңа айнымалыға алайық. Кейін Z-тан туыны табам. X-тан X бойынша, Y-тан Y бойынша. 4X-тің туындысы 4 болады да, 2Y-тің туындысы 2, Y-тің орнына Y штрих дем. Себебі Y бізде функция, X бұл бізде нүкте айнымалы. Ал мына жерде Y функцияның рөлін атқарғаннан кейін Y штрих дем. -1-дің туындысы 0. Z штрихтен 4 қосылған 2 Y штрихі мынаған тең, түбір асты, ал мынау бізде Z-ға тең. Сонда түбір асты Z. Енді осы жерден жаңа айнымалы табам. Жаңа айнымалы емес, уже теңдеуді табам деген сияқты. dz деген Z штрих деген dz бөлінген dx тең 4. Мына жерден екінші жақшаны сыртына шығарайық. 2 қосылған түбір асты Z. dz бөлінген 2 қосылған түбір асты Z тең 2 dx. Екі жақтан интеграл табам. Бірінші dz бөлінген z-тің, 2 қосылған z-тің айнымалы интегралын бөлек тауып алайық. Мына жерде түбір асты z-ті а дейін, екі жақтан квадраттаймын. Z тең а квадрат, ең туын табам. dz тең 2а dA. Орнына қояйық. Интеграл dz-тің орнына 2а dA. Түбір асты, мына жерде 2 қосылған а болады. Сонымен қатар бізде мына жақта 2 бар да. Мына 2-ні шығарып жіберейікші жалпы интегралдың алдына. 2а dA бөлінген 2 плюс а. Енді бұны 2 бөлшектің қосындысы ретінде жазайық. Бұл бізде бірден берсем 1 азайтылған 2 бөлінген 2 плюс а дейік. Ортақ бөлім берсек 2 плюс а минус 2 мен аны береді. Енді осыдан интеграл табам. 2-ні жазам. Жақша ішінде 1-дің интегралы а минус 2 ln 2 плюс а. Так. Тең 2. А-ның орнына түбір z-ті жазам. Минус 2 ln 2 қосылған түбір асты z. Так. Бұны алып мына жаққа қояйық. 2 түбірі z, азайтам 2 ln 2 қосылған түбір асты z. Тең мына жақта интеграл 2x плюс c деген. Екі жағында 2-ге бөліп жіберетін болсақ, түбірі z минус 2 ln. Мына 2-ні модульдің дәрежесіне жіберейікші. Квадрат, сонда x плюс c бөлінген 2 болады, ол бәрібір тұрақты. Енді z-тардың орнына мына 4x плюс 2y-ті қойып шығам. 4x плюс 2y минус 1 түбір асты. Минус ln 2 қосылған 4x қосылған 2y минус 1 түбір асты. Тең x плюс c. Осылай біздің жалпы шешіміміз шығады. Сұрақ болуы мүмкін, неге y арқылы өрнектемедік деп? Жоқ, кейбір жағдайларда осылай күрделі форматта берілгенде осылай жауап болып қалады. Келесі, мына есепті шығарайық. Бұл жерде y минус x-ті z деп аламыз. Сонда z штрихтен y-тікі y штрих минус 1, z штрихтен y штрих ол бізде косинус, y минус x-ім z-ға тең, и минус 1. dz бөлінген dx тең косинус z минус 1. Так, мына жерде dz бөлінген косинус z минус 1 тең dx. Так, мына жерде косинус z-ті мен 1 азайтылған 2 синус квадрат z бөлінген 2 деп қос бұрышқа салам. Сонда dz бөлінген, бірінші осыны шығарайық. 1 азайтам 2 синус квадрат z бөлінген 2 минус 1 жойылады. Сонда минус dz бөлінген 2 синус квадрат z бөлінген 2. Бұның интегралы 2-ден 1 котангенс z бөлінген 2-ні береді. Бөлінген тағы да 2-ден 1. Сонда мына жаққа жауабын жазатын болсам 2-ден 1, мыналарда қысқарады, сонда котангенс z бөлінген 2 тең x плюс c.
Катаңыз z-тің орнына y минус x бөлінген 2 тең x плюс c деп осылай жауабын қалдырады екенмін. Яғни түк қиындығы жоқ, просто дұрыс жаңа айнымалы беріп, орнына қоя білу. Мына жерді шығарайық. Y штрих тең 2x минус 3 плюс y. Z деп 2x минус 3 плюс y көп мүшесін алам. Z штрих тең 2x тікі 2 минус 3 тікі 0 и y тікі y штрих. Z штрих тең 2 қосылған y штрихтің орнына 2x минус 3 плюс y жазам, ал мен де z қатен. Мұны. dz бөлінген dx тең 2 қосылған z. dz бөлінген 2 қосылған z тең dx. Екі жағынан интеграл табатын болсам, ln 2 қосылған z тең x плюс c. Енің x плюс c дәрежесі тең 2 плюс z-қа. Біз жаңа бірінші сабақта айтып кеттік, енің c дәрежесі c-ны береді коэффициент етіп. Тең 2 плюс z. z тең 2 минус 2 плюс cex. Z-тің орнына енді мынаны қоям. 2x минус 3 плюс y тең минус 2 плюс cnx дәрежесі. Мынау алдыңғы есептерге қарағанда бізде y-іміз өрнектеуі болып болмай. Демек, бұл жерде жауабы уже y тең деген форматта болады. Значит, y тең 2x минус 3y тең 3 минус 2x минус 2 плюс cnx дәрежесі. Y тең 1 минус 2x плюс c енің x дәрежесі деген шешімі жауабы болады екен. Яғни, байқасаңыздар дұрыс айнымалы беріп, грамотны интеграл таба білетін адамға түк те қиындығы жоқ. Осымен біздің екінші сабағымыз аяқталды, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақта көріскенше.